Қайырлы таң, қалайсыздар? Ал бисмиллах деп кірдім. Шүкір Аллаға. Оля, кіре алмаймын. Шүкір, кірдім. Қыздар шамалы жиналсын. Аллаға сан шүкір. Эфирге кірдік. 8 минут кешіп кірдім. Кешірім сұрайын. Ораза қабыл болсын, қыздар, ниет дұға тілегіміз, жасаған амалымыз, берген садақамыз барлығы қабыл болсын. Сіздердің қалдарыңызға кіре алмай жатқан кезде тез садақа беріп жүрдім. Не үшін бұл қандай сабақ? Шүкір Аллаға. Кірдік эфирге. Ал сәттілік тілеп қойыңыздар. Бүгін қайырлы берекелі білім болсын. Сіздер үшін де, отбасыңыз үшін де, қоршаған орта үшін де қайырлы білім болсын. Қыздар шамалы бір 2-3 минут жиналсын, Аллаға сан шүкір. Қыздар, қолымызда міндетті түрде блокнот, ручка болу керек. Өйткені практика маңызды. Кешегі берекелі таң 7-ні бітірген қыздар, 6-ны бітірген қыздар, енді көбіне 7-ні бітірген қыздар хабарласты жекеге. Шүкір Аллаға. Көптеген рахметтерін айтты, жетістіктермен бөлісті. Білмеймін, неге ортақ топта бөліспей жатқан. Жекеге шығып айтатыр. Сол үшін тоқтатпаймыз, әрекет тоқтатпаймыз. Нәтиже Алладан. Аллаға сан шүкір. Қасиетті Рамазан айына тұспа-тұс келді. Бұл даму, білім алу, өзімізбен жұмыс жасау, мықты болсаң өзімен жұмыс жаса дейді мысалға. Шүкір Аллаға. Алған біліміміз өзіміз үшін де, отбасымыз үшін, қоршаған орта үшін, Алла үшін қайырлы берекелі білім болсын. Қуанып кеттім ғой кіргеніме. Эфирге қайтып кіре алмай қалма деп. Шүкір. Бүгінгі тақырып, Алла қаласа, бұл сабақтың ерекшелігі 30 күн болады. Танымайтын кісілерге мен өзім таныстырып өтейін. Есімім Аида, Қызылорда қаласынан боламын. 43 жастамын. Алланың берген 6 перзентім бар. Қыпшақ еліне келінмін, арғынның қызымын. Психосоматолог практикпін. 8 жылдан асты. Психологияда білім алып практика жасап жүргеніме. Ұстазым Алмас ақын. Аллаға сан шүкір. 2017-тен бастап 24 жылға дейін бірге жұмыс жасадық. Қасында куратор болып қызмет жасадым. Екінші ұстазым Зарина Хантөре. Одан кейін Гүлшат Баубек. Маған өте қатты практика жасап, нәтижесін көрген ұстаздарымды айтып жатырмын. Одан кейін Төребек Бекбаев. Бірақ бірге көп жұмыс жасаған Алмас ақын ұстазым. Осы кісілердің шәкіртімін. Қазір менде көптеген қыз-келіншектерге ұстаз болып жүрмін. Ал сіз де ұстаз бола аласыз, Алланың қалауымен. Тек маңыздысы бізде практика. Нәтижесін күтпейміз, нәтиже Алладан. Қыздар, ал енді өзімді таныстырдым. Тек қана сіздерде маған кері байланыспен практика тапсырманы орындау болды. Ортақ топта бөліскеніңіз абзалырақ. Тапсырма орындаған кезде түсінбей жатсаңыз сұрақ қойыңыздар. Менде кезінде осылай сіздер сияқты сабаққа қатысып жүрген кезде әлі де сабаққа қатысып жатырмын. Түсінбей жатсам мен қайта сұрай берем. Өйткені ол өте маңызды. Қыздар, енді бұл сабақтың ерекшелігі 30 күн болады. Алла қаласа, Рамазан айында толық бірге жұмыс жасаймыз. Арасында енді бір уақыттар өзгеріп тұру мүмкін. 6:30, 6, 5-те 40-та болуы мүмкін. Енді оны алда айтамыз. Алла қаласа, бұл сабақта бүкіл мен алған, практика жасаған, ұстаздардан үйренген, нәтижесін көрген сабақтардың қаймағы. Ең бірінші сабақ ниет. Әрбір іс бастаған кезде бізде ниет өте маңызды. Қарым-қатынас болсын, қаржылай жағдай болсын, денсаулыққа қатысты болсын, мейлі. Ең маңыздысы ниет. Қандай іс болса да ниет маңызды. Қазір оны алда бөлсем, бүгінгі тақырып сол ниет тақырыбы. Одан кейін тәубе. Тәубе етуді мен Гүлжан ұстаздан үйрендім. Ұстазым Гүлжан ұстаз Анкарада тұрады. Гүлжан ұстазбен мен 2 ай жұмыс жасадым. Тәубе етуді мен толық үйреніп, практика жасап, қыз-келіншектерге үйретіп жүрмін. Шүкір Алла, ұстазыма 1000 алғыс. Тәубе етудің 4 алгоритм бар. Оны тәубе ету сабағында айтам. Одан кейін ең үлкен ауқымды тақырып қарым-қатынас. Біздің біліп-білмей жасаған қателіктеріміз болады. Ол адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін болады. Оны мойындау керекпіз. Мойындау ең үлкен әрекет, мойындау. Енді сол біздің
дұрыс емес жерлеріміз болады, бір бұрында жасаған қателіктеріміз болады. Соны отбасымызда балаларымыз бірінші маңызды қайталамас үшін, біз тәубе етіп толық үйрену керекпіз. Одан кейін қарым-қатынас, сіз бірінші өзіңізбен қарым-қатынас, Алламен қарым-қатынас, отбасыңызбен, балаңызбен, жолдасыңызбен қаржылай қарым-қатынас, ата-анаңызбен қарым-қатынас, барлығы өте маңызды бұл өмірде. Сол жайлы сабақ болады. Одан кейін сезім өте маңызды. Бізге сезім мүшесі 5 сезім мүшесі жасайды. Көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, тітіркену. Осы 5 сезім мүшесімен біз қабылдаймыз бүкіл жағдайды. Ол сезім бізге кімнен келді? Ол да өте маңызды. Сол сезімді өз иесіне тапсырамыз. Ал егер ол иесі сіздің есіңізде жоқ болса, онда Аллаға тапсырамыз. Біздің ойымыздағы бүкіл сезімнің иесі Алла Тағала. Аллаға ойымыздан босатып тапсырамыз. Бізді бұл өмірге барлығымызды бірдей жаратты. Мейірім махаббатпен жаратты. Шүкір Аллаға. 12 мүшеміз сау. Бізді бақытты болу үшін, бұл әлемді біз үшін жаратты. Әлемді аралаңдар дейді. Мысалға біз әлем аралауға шыға алмай жатыр, или тағы да бір басқа да бір кедергілер болып жатыр. Ол біздің ішіміздегі бір тұншыққан сезім тұр. Бізде бір кедергілер болып жатыр. Біз соның сабағын ала алмай жатырық. Содан кейін сондай жағдай болып жатыр. Сол сезіммен жұмыс жасаймыз, таблицалар беріледі. Одан кейінгі тақырып сана, түп сана, түйсік деген тақырыптар көп. 30 күнде 30 түрлі тақырып болады, Алла қаласа. Одан кейін 4 спикер шығады. 4 спикер ұстаз. Бірінші ұстаз Гүлсім ұстаз, қажы, алматылық. Қызылорда қаласында тұрды, қазір Алматыда тұрып жатыр. Арабша үйретті, қанша өзінің шәкірттері бар. Діни білім береді, оның тақырыбын алда айтады. Одан кейін екінші ұстаз Алмагүл ұстаз, психосоматолог практик. Қазірде Алма ұстаздың қасында бірге жұмыс жасайды. Ол кісі де қажы кісі. Ол кісінде өзінің бір тақырыбы бар. Одан кейін үшінші ұстаз Самал ханым. Самал ханым имбилдинг жайлы тақырып өтеді, сабақ өтеді. Одан кейінгі ұстаз Амангүл ханым, психосоматолог практик, ер мен әйел қарым-қатынас жайлы айтылады. Барлық спикер, мысалы мен де өтіп жатқан сабақтың барлығын бірінші өзімнен өткіздім. Практика жасадым, нәтижесін көрдім, сіздермен бөлісіп жатырмын. Бұл берекелі таң 8. Шексіздік деп айтады ғой, 8-ді. Әр адам әртүрлі айтады. Бұл Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Аллаға сансыз шүкір. Әрекет ету сізден. Мен тек қана себепкермін, мен тек қана инструмент ретінде сіздердің алдарыңызға Алла Тағала мені сайратып қойды, жіберіп қойды. Менің артымда Алла тұр. Сіз бірнеше күн бұрын, мүмкін кеше, мүмкін оның алдын күні, мүмкін Рамазан айының алдында сіз Құдайдан бірдеңе сұрадыңыз. Білмеймін, табыс сұрадыңыз, жетістік сұрадыңыз, келесі деңгейге өсу сұрадыңыз, денсаулығыңыз сұрадыңыз, білмеймін мен оны. Балаларыңыздың қарым-қатынасы, бір сізде бір өзіңізге бір жаныңызға бататын бір ситуация болуы мүмкін. Қалауыңыз барса сіздің, соны табу үшін сізді осы сабаққа бұйыртып қойды. Әйтпесе көп деген қыздар қатысам деді, бірақ оның ішінде суырып салып тек қана сіздер қатыса алдыңыздар. Енді 60-тан аса қыз қатысып отыр, соның ішіндегі бүгін 44-45 қызды ғана оятып қойды. Сол 44-45 қыз ниетті қазір ниет етеміз сабаққа. Сабаққа ниет еткен кезде, сабақтың ортасына келгенде, аяғына келгенде, мүмкін 5 күннен кейін, білмеймін мен, тек қана сіз білесіз соны. Сол сабақтың солай болған кезде, ой, сабақ сақталып тұр ғой, қайтадан көре салам ғой деп, сондай бір кері тарту деп айтылады, кедергілер деп айтылады, болады. Сол кезде сіз қайтадан ниетті жаңалап жүресіз. Ниетті жаңалау үшін не істеу керек? Не істеу керек ниет жаңалау үшін? Ол туралы сабақ болады, тапсырмалар беріледі, соны нақты орындайсыз, болды. Енді менде сабақта кей кезде менде де тұрмай қалам. Болады, ұйықтап қалам. Менде ниетті жаңалап жүрем. Менде де жасамайым деген қателіктерім арасында кейде бір жасап қалған кедергілер болып қалады. Менде де кедергі болады. Менде адаммын. Ешкімді идеал көрмейміз. Біз кімді идеал көреміз, біз сонымен сыналамыз. Мен де идеал емеспін. Тек қана практика жасадым, нәтижесін көріп жатырмын. Бұрыннан бері танитын қыздар бұрынғы Аиданы біледі. 8 жыл бұрынғы Аиданы біледі. Туысқандарында қатысып отыр. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздер сабаққа төлем жасадыңыздар. Бұл сіздің өзіңізге құйған инвестиция. Ал енді сізге кейбір 10 шақты қыз келіншектер бар, ол кісілерге сыйлық болып келді.
Алла қалады, оны сіз сыйлық ретінде мейір махаббатпен қабыл алыңыз. Сізге дәл солай бүгін сыйлық керек болды. Сыйлық беру керек. Оны сізге Алла беріп тұр. Тек қана біз инструмент болып тұрық. Сізге сыйлық. Сол сыйлықтың өзінде біз мейір махаббатпен қабылдап үйрену керекпіз. Түсіндіре алдым ғой қыздар? Сол үшін сізге беріп тұр Алла тағала қолыңызға қармақты. Әрі қарай алтын балықты сіз өзіңіз аулайсыз. Дәл қазір сіздің алайын деп жатқан біліміңіз, сіздің егіп жатқан дәніңіз. Дәнді еккен кезде біз баптап қараймыз, баптап қарасақ, ол дән керемет болып, біз оның жемісін аламыз. Дәл солай сіз алған білімді практика жасасаңыз, сіз міндетті түрде жемісін көресіз. Мен көріп жатырмын. Мен жасағанды сізде жасай аласыздар. Табыс көзін арттырғыңыз келе ма? Практика жасаңыз, артады. Денсаулықты қалайсыз ба? Денсаулық жақсарған. Сіз сабағын алыңыз. Не үшін Алла тағала қандай сабақ үйретіп тұр? Түсінесіз? Денсаулығын жақсарады. Өйткені менің де ұлым да денсаулығы жақсарды. Аллаға сан шүкір. Туысқандарымның да практика жасаған клиенттерім де денсаулығы жақсарды Алланың қалауымен. Дәл солай сізде де болады. Күйеуіңізбен қарым-қатынаста бір кішкене бір сынақ болып тұр ма? Оны сіз реттей аласыз Алланың қалауымен. Тек қана сабағын алу бізге маңызды. Сабағын алмасақ, ол сынақ қайталана береді. Ал сабағын алсақ, ол қайталанбайды. Даже сіздің балаңыз да қайталанбайды. Енді сіз білім алып жатсыз ғой. Сіз жүйелі түрде практика жасасаңыз, сіз 7 ұрпақ тазалап кетесіз. Ал практика жасамай немқұрайлы қарасаңыз, дәл осы 5 мың теңге сабағын сізге 50 мың болып келеді, рекламасы күшті болып. 50 мыңға сатып аласыз. Онда да сіз тапсырманы орындамайсыз, одан да күшті болып келеді сізге рекламасы. Жарнамасы ұрып тұр. Оны барасыз 500 мың теңге рассрочкаға сатып аласыз. Мен білмеймін оны. Ондай жағдайлар көп болған. Тек қана осы сабақтан алыңызда практика. Мен өз сабағын мақтап тұрған жоқпын. Бірақ барлығы бір білім. Әр адам өз деңгейінде жеткізеді. Барлық білім Құранда тұр. Мысалға мен өзімнен өткен практикамен жеткізем, әр адам әртүрлі жеткізеді. Тек қана сізден практика болды. Басқа ештеңе керек емес. Енді жүйелі түрде тапсырманы орындаған қыздарға Алла қаласа сабақ біткеннен кейін керемет сыйлық болады. Алланың қалауымен түйсік деңгейде. Енді алдағы сабақ бітірді, 7-ші берекелі таң жетіді. Бітірген қыздарға мен Шри-Ланкадан сыйлық алып кеп қойдым. Алла қаласа оны өз қыздарға 16 қыз үздік болып шықты. 16 қызға сол сыйлықты берем. Олардың еңбегі. Ол сыйлықтарым үйде тұр, дайын тұр. Жеке-жеке берем. Просто беруге менде уақыт болмай жатыр. Қыздар, сол үшін бисмиллах деп сабағымызды бастаймыз. Даусым өзгеріп кетті. Білмеймін. Даусым нормально шығып тұрған сияқты. Қарылып қалған шығар мүмкін. Ал енді бисмиллах деп бүгінгі сабағымыз ниет. Ниет өте маңызды. Ниет еткен кезде біз үнемі 4 сұрақ қою керекпіз. Мысалға бала ең бірінші сабаққа барған кезде нөлевойдан бастап біз дұрыстап қарасақ бірінші класс баланың фундаменті. Дәл солай сіз қандай іске ниет етесіз, сіздің сол істің бастаған бизнес болсын мейлі, қарым-қатынас болсын, ниет сол сіз ниет еткен жағдайдың фундаменті ниет. Түсіндіре алдым ғой? Сол үшін ниет өте маңызды. Ниет өте ма? Қарым-қатынас, мүмкін қаржылай. Қазір біз 5 сфераға ниет етеміз. Оған дейін бірінші осы 30 күндік Рамазан айына біз ниет етіп ораза ұстадық қой бүгін. Дәл солай ниет етіп, қазір осы 30 күндік сабағымызға, шексіздік, құлшылық сабағымызға қазір біз ниет етеміз, 4 сұрақты қоя отыр. Жазып істейміз қыздар. Енді одан кейін біз 5 сфераға ниет етеміз. Қаржылай еркіндік, жүрек тыныштығы, әлемге қызмет ету, жарасымды жұп, денсаулық. Осы 5 сфераның ішінде қайсы сізде дәл қазір сізде больно болып тұр? Сіздің жаныңызға қатты қайсы жақын болып тұр? Жоқ, мен екеуіне ниет етейінші, үшеуін бірден ниет етейінші болмайды қыздар. Тек біреуіне ғана ниет етеміз. Ашкөзденбейміз, біреуіне ғана ниет етеміз. Алла қаласа 30 күннен кейін дәл сол ниеттің сіз керемет етіп, сіздің әрекетіңізге қарай сол сұрақтың керемет етіп сүйіншісін аласыз Алланың қалауымен. Мен де алып жатырмын. Берекелі таң 7-де аяқтаған қыздар да алып жатыр. Қанша сабақ өтіп жатыр, шүкір Алла. Әр кезде әртүрлі түсінік келеді. Берекелі таң 1-ден бастап қатысып жатқан қыздар бар. Жоқ, қатып тұрған жоқ ешқандай да. Енді ал қыздар бисмиллах деп, әрбір істі біз бисмиллахпен бастаймыз. Не үшін? Бисмиллах
сөзінің ішінде Алланың 99 есімінің бүкіл сыры, сиқыры барлығы бар. Бисмиллах сөзін міне бастаған кезде сіздің барлық ісіңізге береке беріп қояды Алла Тағала. Бисмиллах сөзімен бастаған кезде сізге ешкім кедергі болмайды. Бисмиллах сөзімен бастаған кезде сол сіздің бастап атқан ісіңіз болсын, мейлі керемет бір қайыры болады. Бір кісіге таксистке мінген кезде бір үлкен кісі үнемі отырған кезде бисмиллах деп отырамын ғой, сол кезде ана үлкен кісі айтады да, мен сіздің бір сөзіңізге риза болдым дейді. Неге деп айтсам, мына отырған жерге қанша адам отырып жатыр, сен өзіңнің отыратын жеріңді тазалап отырып жатсың дейді да. Сол кезде маған да шүкіршілік артты. Дәл солай сіздер де жүрген жеріңізде тамақ ішейін деп жатсаңыз да, жазайын деп жатсаңыз да, бір жерге отырайын деп жатсаңыз да, бір қадам басайын деп жатсаңыз да, мен білмеймін, әр сөзді бисмиллахпен бастаңыздар. Тағы да бір осы бисмиллахқа қатысты бір қатып тұрған жоқ ешқандай да. Қатып тұрма қыздар, плюс қойып жіберейікші. Қатып қалды дейді. Менде барлық эфир жүріп тұр. 47, 45, 46 қыздар кіріп отыр. Лайк басылып тұр. Білмеймін. Бисмиллах сөзіне қатысты тағы да бір кішкене бір инсайтпен бөлсем эфирдің аяғында ұмытып тұрмаңыздар, иә. Енді бисмиллах деп қатып тұрған жоқ. Бисмиллах деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Берекелі таң, шексіздік, құлшылық сабағымызды бастаймыз. Ал бүгінгі число маңызды. Әрбір күні числоны жазып отырамыз, жұмыс жасаған кезде. Не үшін числоны жазып отырамыз? Өйткені біз ертең Алла қаласа берекелі таң 8-ді бітірген кезде біз өзімізге есеп береміз. Я, сіз нәтижесін көресіз міндетті түрде. Рахмет қыздар, көп кері байланыстарыңызға. Ал ниет етеміз. Ниет ету үшін 4 сұрақ қоямыз. Кім үшін, кімге керек, кім қалады, кім шешті. Осы 4 сұрақты қойған кезде бізге сол ниет етіп жатқан ісіміз бар, Алла Тағала берекесін беріп қояды. Оңай, жеңіл болады. Тек қиындататын біз, барлығы оңай. Дәл осыны мен Алмас ұстаздан, Төрбек Бекбаевтан осы ниет етуді үйреніп, көп практика жасаған кезде маған көп деген түсінік келді. Мен тамақ істеп жатсам да ниет етем, үй жинап жатсам да ниет етем, білім алып жатсам да ниет етем, қарым-қатынас бастап жатсам да бір кісімен, компания туралы жұмыс жасап жатсам да ниетімді жаңалаймын. Бір кісі астына тіркелген бір кісі арқылы маған бір сабақ үйретіп, маған триггер болып жатса, значит мен ол кісіні шақырған кезде ниетім дұрыс болмады. Тағы да ниет етем. Мен ниетім ақша болып мүмкін. Ондай қателіктер болды менде. Ал қарым-қатынасқа ниетті дұрыстаған кезде мүлде басқаша болады қыздар. Сол үшін дәл қазір біздің 30 күндік сабағымызға ниет етеміз. 4 сұрақпен. Біріншісі кім үшін? Бірінші сұрақ. Кім үшін? Бірінші жазып аламыз барлығын. Екінші. Кімге керек? Үшінші. Кім қалады? Қасына жауабын жазамыз. Төртінші. Кім шешті? Кім шешті? Кім үшін? Қалай ойлайсыздар, кім үшін? Осы кезде мен ең бірінші осы сабақты маған сахнаға шығарып қойып, ортаға шығарып қойып, Төрбек ағай шығарған кезде кім үшін деген кезде мен өзім үшін дедім. Жоқ, өзім үшін демейміз, Алла үшін дейміз. Екі-ақ сөз. Алла разылығын қоспаймыз. Алла үшін деп екі-ақ сөзбен айтамыз. Оңай, жеңіл болады сіздерге. Түсіндіре алдым ғой? Алла үшін ниет еттім. 30 күндік ораза айында шексіздік, құлшылық сабағымда сіздің құлшылығыңыз бұл. Сіздің өзіңіздің деңгейінде жасап жатқан құлшылығыңыз. Алла үшін 30 күндік шексіздік, құлшылық сабағын ниет еттім. Алла үшін берекелі оқуға, 30 күн бойы тапсырманы орындауға, жүйелі түрде өз-өзіме жұмыс жасауға, тағы қандай ой келіп жатыр, барлығын жазамыз. Алла үшін дейміз. Алла үшін берекелі таң 8 сабағын берекесін алуға, шексіздік, құлшылық, Алла үшін ниет еттім. Добавьте модератор с собой дейді, прямой эфир дейді.
Екіншісі кімге керек? Кімге керек? Осы кезде мен өзіме керек деп ойладым. Жоқ, ешкімге де керек емес. Қасына жазып қоямыз. Ешкімге керек емес. Сізге Алла тағала ой, идея салады. Ой, идея, сіз ол сабаққа қатысу үшін сізге Алла тағала ой салды, идея салды. Сіз бірден шешім қабылдадыңыз, қатысып кеттіңіз. Сіз Алладан сұрадыңыз, Құдайдан сұрадыңыз, бір жетістік сұрадыңыз, қаладыңыз. Алланың қалауымен соны сізге сабаққа қатыстырып қойды. Енді тупо бастап кетесіз. Тупо бастап кету деген бисмиллах деп, мен не үшін тупо деп айтып жатырмын сізге? Сізге жеңіл түсінікті болу үшін. Бисмиллах деп, ешкімге керек емес. Сіз Алла үшін осы тапсырманы орындайсыз 30 күн бойы. Болды, нәтижесін көресіз сол кезде. Ал өзіме керек десек, біз қиындатамыз. Өзім деп кетеміз. Түсіндіре алдым ғой, ешкімге керек емес. Маған ой келді, тапсырма келді, мен тек орындаймын, болды. Бұл сіздің өзіңіздің деңгейде құлшылық. Үшінші сұрақтың жауабы кім қалады? Біз сіздің тапсырманы орындап, жетістікке жеткеніңізді Алла қалады. Бұл негізі сіздің қалауыңыз. Алланың қалауымен сізді оятып қойды. Алланың қалауымен 30 күн сабақта қайырлы, берекелі тапсырмаларды орындаймын. Алланың қалауымен қатысып отырсыз. Кім қалады? Алланың қалауымен. Енді төртінші сұрақты жауабы кім шешті? Осы кезде мен өзім, жолдасым деп айтқам ғой, мен жағдайымда ең бір жалған кезде. Жоқ, біздің бүкіл жағдайымызды, бүкіл біздің ситуацияны, мүмкін сіз сабаққа қатысу үшін көптеген кедергілер болуы мүмкін, мен оны білмеймін. Телефон қатып қалады, телефон істемей қалады. Ниетті жаңалап жеріңіз, болды, істейді телефон. Эфирге кіре алмай жатырмын ғой, мен ниетті жаңалап жердім да, садақа салып жердім. Аллаға сағыныш шүкір, эфирге кірдім. Қыздар, кім шешті? Біздің бүкіл жағдайымыз Алла шешеді. Алла шешті. Мүмкін сіз қаржылай қиналып тұрса, барлығын Алла шешеді. Денсаулық па, барлығын Алла шешеді. Тек қана сабағын алсаңыз болды. Міне біз өзіміздің берекелі таң 8-ге шексіздік құлшылық сабағымызға, Рамазан айындағы 30 күндік сабағымызға ниет еттік. 4 сұрақ қою арқылы. Енді дәл қазір мен сіздерге 5 сфера берем. Қаржылай еркіндік, жүрек тыныштығы, әлемге қызмет ету, жарасымды жұп, денсаулық. Осы 5 сфераның ішінде дәл қайсы сізге жүрегіңізге жақын. Егер сіз қаржылай қатты сынақ болып тұрсаңыз, қалтаңызда бір тиын төлейтін ақшаңыз жоқ, бірақ сізді қарызыңыз қатты қысып тұрса, бір қаржылай сынақ қайталана берсе, бір ситуация бола берсе қайта-қайта, білмеймін мен оны, сіз білесіз. Сіздің жаныңызға не батып тұр? Сіз қаржылай еркіндікті таңдайсыз. Бұл біріншісі. Енді екіншісі, сізде жүрегіңіз тыныштық жоқ. Бірақ сізде барлығы нормальны. Әртүрлі жағдай болады. Жүрегіңіз тынышталмайды. Бір үрей тұрады жүрегіңізде, қорқыныш тұрады, бір сезім тұр. Бірақ сіз жұмыс жасап жатсыз, бірақ таба алмай жатсыз әлі. Сіз жүрек тыныштығын таңдайсыз. Жүрегіңіз арасында қысады, денсаулық сізге маңызды болып тұр да. Жүрек тыныштығын, жүрегіңізде үрей, қорқыныш сізде кетпей жатыр. Сіз жүрек тыныштығын, бір уайым, балаларыңызды уайымдайсыз ба, білмеймін. Мүмкін бір қарым-қатынасты уайымдайсыз ба, мүмкін жұмысыңызды уайымдайсыз ба, жүрегіңіз тынышталмай жатыр, жүрек тыныштығын таңдайсыз. Әлемге қызмет ету. Мысалға сіз қалайсыз әлемге қызмет ету? Мысалға мен әлемге қызмет етіп отырмын. Дәл осылай спикер болғанды қалайсыз? Сіздің бойыңызда бір білім бар. Мен оны білмеймін. Сіз өзіңіз білесіз. Сіз өз ісінің мықты маманысыз. Ол әлемге қызмет ету тек қана спикер болу емес, массаж жасау әлемге қызмет ету, сату маманы бар, тағы да қандай бар, парақша жүргізу бар, әртүрлі әлемге қызмет ету. Дәл соны сіз әлемге қызмет ету таңдайсыз. Сіздің ішіңіздегі ортаға шыққыңыз келеді, бірақ ойыңызды айта алмай жатсыз, бойыңызда сенімділік жоқ. Әлемге қызмет етуді таңдайсыз. Одан кейін жарасымды жұп. Егер сізде жолдасыңызбен бір қарым-қатынаста көптеген сабақ беру болса, әлемге қызмет етуді таңдайсыз. Егер жолдасыңызбен сізде
бір жолдасыңызбен сізде бір қиындық, ажырасу қаупі, білмеймін, оны тек қана сіз білесіз. Бұл өте маңызды. Бірінші орынға осыны қою керекпіз біз. Егер қаржылай мен жолдасыңызбен қарым-қатынас екі сынақ бірдей болып тұрса, бірінші орынға осы жарасымды жұпты қойыңыздар. Ол қарым-қатынас маңызды. Ақша ол просто құрал. Қаржылай реттеледі барлығы. Бірақ бірінші қарым-қатынас реттелу керек. Түсіндіре алдым ғой, қыздар? Жолдасыңызбен қарым-қатынаста сізде бір қатты бір сынақ болып тұрса, ажырасу қаупі, мүмкін өзіңіз түсінбей жатса, төсек қатынасы, мен білмеймін, оны тек қана сіз білесіз. Сізді қабылдамай жатыр, сізді менсінбей жатыр, сізді тыңдамай жатыр, сізді күнде түртпектеп жатыр, сізге ауыр сөздер айтып жатыр, сіздің жаныңызды жаралап жатыр, сізді менсінбей жатыр, сіз оны менсінбей жатырсыз. Білмейміз да біз оны. Мен білмеймін да, тек сіз білесіз. Сіздің дәл қазір жүрегіңіз. Сол кезде сіз жарасымды жұп таңдаңыз. Одан кейін денсаулық. Денсаулыққа қатысты сізде бір сынақ болуы мүмкін. Мен оны білмеймін. Менде кезінде де болды, хронический цистит болды. Бірақ психосоматикамен өзімен 3 ай бойы жұмыс жасап клиент қабылдаған кезде, сол клиент арқылы сол сұрақтың жауабын тауып, практика жасаған кезде ол менде қазір мүлде кетіп қалды. Енді солдай сияқты сізде денсаулыққа қатысты бір білмеймін, мен оны тек қана сіз білесіз. Денсаулығыңызда бір ауыртпалық болып тұрса, сіз денсаулық таңдайсыз. Сізге денсаулық өте маңызды болып, денсаулықпен сіз кішкене сыналып тұрсаңыз, сіз денсаулық таңдайсыз. Түсіндіре алдым ма, қыздар? Осы 5 сфераның біреуін таңдаңыздар. Қаржылай еркіндік таңдады бір қыз, Жұмагүл ханым, сау деме. Одан кейін сабақ беру болса, әлемге қызмет ету таңдайсыздар. Жарасымды жұп, өте супер, керемет. Тағы да кім қандай таңдады, бөлісе аласыздар ма? Соған ниет етеміз қазір. Сіз осы 5 сфераның ішіндегі біреуін жүрегіңізді тыңдап отырып, супер, жарасымды жүріп, жүрек тыныштық, супер. Кері байланысқа рахмет. Енді дәл осыны сіз денсаулық, әлемге қызмет ету. Осы 5 сфераның біреуіне сіз таңдап тұрсыз ғой, жарасымды жүріп, жүрек тыныштығы. Дәл соған қазір 4 сұрақпен біз ниет етеміз. Сіз сабақ аяқталады, сіздің дұғаңыз бар, білмеймін, әрекетіңіз бар. Соған қарай сабақтың аяғында, мүмкін бір-ақ күннен кейін, мүмкін сіз бір аптадан кейін, сіздің әрекетіңізге қарай, мүмкін ровно сабақ біткен кезде, мүмкін қадір түні, мен білмеймін оны. Дәл сол сұрақтың жауабын ала аласыздар. Сол ситуацияны Алла тағала өзгертіп жібереді, мен білмеймін оны. Менде күйеуіммен қарым-қатынаста кішкене сынақ болған кезде, мен жарасым жұп таңдадым сол кезде. Шүкір Аллаға. Бір сұрақ мені жүрегімді, мына жердегі қатып қалған мұзды, күйеуіміз арамыздағы стенаның барлығын, бір сөз стенаны да құлатты, мұзды да ертті. Супер. Жарасымды жұпты таңдау не үшін маңызды? Қаржылай жағдай келеді ол ретіне. Ол барлығы уақытша. Ақша деген просто инструмент, құрал. Не үшін жарасымды жұп? Өйткені екеуміздің қарым-қатынасы күнде конфликті болып, сондай болып жатса, бала өсіп жатыр ғой. Бала 6 жасқа дейін флешка барлығын миына қабылдап жатыр. Біз екеуміздің жасап жүрген қателігімізді балаларымыз қайталауы мүмкін. Мен оны білмеймін. Түсіндіре алдым ғой, Шамила ханым, күйеуіңіз отношенияңыз супер болса, онда қаржылай еркіндік таңдаңыз. Ал егер күйеуіңізбен қарым-қатынаспен кішкене бір арасында бір сезімдер тұншыққан, айта алмай жатсыз, или ол да бір өзінің жағдаймен бір сыналып жатуы мүмкін, мен білмеймін да оны, арада бір түсініспеушілік болып жатса, сіз жарасымды жұп таңдаңыз. Маңызды ол күйеуіңізбен қарым-қатынас. Ал егер ондай жоқ болып, барлығы күшті болып тұрса, онда қаржылай еркіндік таңдаңыз. Кредиттен құтыласыз, табыс көзін Алла тағала артып тастайды сізге. Просто түсініп келу керек қой, мына жердегі санадағы бір лампочка ояну керек, болды. Енді сол жарасымды жұп, жарасымды жұпқа қатысты ал ниет етеміз, қыздар, бисмиллах деп жазамыз. Жоқ, біреуін ғана таңдайсыз, Гауһар ханым. Екеуі де бар дейді. Біреуін ғана таңдайсыз. Егер қаржылаймен күйеуіңізбен қарым-қатынас болса, күйеумен қарым-қатынас таңдаңыз, жарасым жұп таңдаңыз. Қаржы ол реті келеді, өзі келтіріп тастайды. Күйеуім болмаса қаржылай таңдаймын. Айгүл ханым, күйеуіңіз болмаса қаржылай таңдаңыз.
Шүкір Алла, қалғанның барлығы тамаша. Супер. Қаржылай еркіндік таңдаңыз. Бисмиллах деп ниет етеміз. Ниет еттім. Алла үшін төрт сұрақты кім үшін, кімге керек, кім қалады, кім шешті. Түсіндікті қыздар, соған қарай сіздің өзің таңдаған сфераны дәл қазір ниет етіп жазып қоямыз. Ниет еттім Алла үшін. Жарасын жұп таңдасаңыз, егер сіз ниет еттім Алла үшін, жолдасыммен қарым-қатынасым жақсару үшін ниет еттім, жарасымды жұп болу үшін ниет еттім Алла үшін. Ал қаржылай болса, ниет еттім табыс көзім арттыру үшін, қаржылай еркіндікті қалаймын. Сіздің қалауыңыз ол қаржылай еркіндікке ниет етіп жатсыз. Денсаулық болса, ниет еттім Алла үшін, денсаулығым арқылы маған қандай сабақ үйретіп тұр, сізге қандай сабақ үйретіп тұр, сол сабағын аласыз. Ниет еттім жүрек тыныштығы. Ниет еттім Алла үшін, жүрек тыныштығын табу үшін. Сіздің жүрегіңізде жаңа бір ситуация болып тұр да, мен оны білмеймін. Соны сізге тауып береді. Я Инстаграм арқылы келеді, я бір отырысқа барғанда бір сіздің санаңызды дәл сол уақытта бүйтіп оятып жібереді. Тек қана сіз үнемі бақылап отыру керексіз. Көріп, естіп отыру керексіз. Ниет еттім Алла үшін әлемге қызмет ету. Ниет еттім денсаулық, жарасым жұп барлығын айттым, солай ниет етеміз. Енді кімге керек? Екіншісі, кімге керек? Ешкімге керек емес. Осы сіздің жолдасыңызбен қарым-қатынасты, жарасымды жұптың сұрақтың жауабын табу үшін, сізге түсінік келу үшін, сіз осы сабақты барлығын орындайсыз. Бақылайсыз. Жолдасыңызбен қарым-қатынас дұрыстау үшін жолдасыңызды тыңдайсыз. Ауызды жабамыз, құлақты қосамыз, болды. Нақты сіздің сұрақтың жауабын береді. Или сіз бір коллектив бар, отырсыз, отырыста отырсыз, или бір кабинетте отырсыз, сол жердегі ер азаматтарды тыңдайсыз. Күйеуіңіз арқылы не үшін сізде жарасымды жұп болмай жатыр? Қаржылайға қатысты. Не үшін сізде қаржылай еркіндік болмай жатыр? Бір жерде сізде не кетіп жатыр да, жаңағы. Бір жерде сізде ақау болып тұр да, соны дұрыстай аласыз. Денсаулыққа қатысты кімге керек, ешкімге керек емес. Алла үшін, денсаулықты жақсарту үшін, сабағын алу үшін, ертең Алла қаласа психосоматологтар шығады. Спикерлер бөліседі. Сол кезде сіз нақты денсаулыққа қатысты сұрақтың жауабын тауып аласыз. Мен оны білмеймін. Сіз дайын болған кезде Алла тағала сізге үйіп төгіп береді, білім де береді, барлығын береді. Ешкімге керек емес. Мен тапсырманың барлығын жүйелі түрде орындаймын деп жазсаңыз болады. Ешкімге керек емес. Кім қалады? Алла қалады. Жолдасыңызбен бірге жарасымды жұп болып, бай-бақуатты болғаныңызды Алла қалады сіздің. Тек қана сіз екеуіңіз араңызда сабақты аламай жатсыз, болды. Алла қалады сіздің қаржылай еркіндікте әлемді аралауыңызды, бүкіл нығметті алғаныңызды Алла қалады. Денсаулық, Алла қалады сіздің 12 мүшеңіз сау болып, бай-бақуатты өмір сүргеніңіз Алла қалады. Алла қалады сіздің әлемге қызмет етіп, сіз өзіңіздің миссияңыз тапқаныңызды Алла қалады. Соның барлығын жазамыз. Кім қалады? Алла қалады. Алланың қалауымен. Одан кейін кім шешті? Алла шешті. Сіздің жолдасыңызбен бірге жарасымды жұп болғаныңыздың бүкіл жағдайыңызды Алла шешіп тастайды сіздің. Сіздің қаржылай еркіндікте болғаныңызды барлығын Алла шешеді. Сіздің денсаулығы жақсару үшін барлық жағдайыңызды Алла шешіп тастайды сізге. Дәрігер керек па, барлығын беріп қояды сізге, оңай жеңіл. Тек қана сол кезде сіз алып үлгеру керексіз. Алла шешеді сіздің әлемге қызмет еткеніңізді. Тек сіз әлемге қызмет ету үшін сізге бір адам жібереді, екі адам жібереді. Сіз көп реклама беріп жатсыз, ақшаны салып жатсыз.
3 адам, 1 адам ғой деп ренжімейсіз. Сол 1 адам сізге 10 адам алып келеді. 10 адам сізге 100 адам алып келеді. Келген адамға тек шынайы ақпарат бересіз, болды. Сіз 1 адамға қызмет ету арқылы сіз әлемге қызмет етіп жатсыз. Білмейміз да, біз артымызда, алдымызда не бар. Түсіндіре алдым ғой, ниет етіп болдық қой. Жазамыз қыздар, маңызды жазу. Ертең өздеріңізге есеп берген кезде ол керемет жұмыс жасайды. Енді келесі тапсырмамыз шүкіршілік. Енді қараңыздар, шүкіршілік біз артқан кезде бізде мүлде басқаша түсінік болады. Кеше мысалға мен Шри-Ланкаға барып келдім ғой. Сол кезде мен осы тұрып атқан үйіме шүкіршілік еттім. Менің түйсік деңгейде үйді қабылдаймын ғой, бірақ мен бұл үйді қабылдамайды екем. Не үшін? Бұл халықтың үйі деп мен айта береді екем. Өйткені осыдан 4 жыл бұрын біздің үйіміз өртеніп кеткен кезде жиналған садақадан салынды да, мен соны халықтың үйі деп мен өзім жеке қабылдай алмайды екем. Мен жеке. Енді кеше мен Шри-Ланкаға барып келген кезде, ол елдің қандай үйде тұрғанын көрген кезде, жағдайларын көрген кезде менде шүкіршілік артты. Біздің бай Қазақстанда тұрып атқанымыз шүкіршілік артты. Көрпе төсегіміз, дәу үйіміз, зәулім үйіміз бар болғанына шүкіршілік артты. Денсаулығымыз бар болғанына, отбасымыз толық отбасы, тағы да басқа балаларымыз бар, шүкір Аллаға. Дәл қазір қолыңызда не бар, соған шүкіршілік еткен кезде сізге Алла тағала 2 есе 10 есе береді. Түсіндіре алдым ғой қыздар, Енді шүкіршілік жазамыз. Аллаға сансыз шүкір. Рамазан айында сіз 30 күндік сабаққа қатысып, өзіңізбен жұмыс жасап жатсыз. Ең үлкен нығмет осы сіздердің. Алла тағала барлығына 1-24 сағат береді. Соны сіз берекелі ету үшін берекелі таң 8-ге сізге бұйыртып қойды Алла тағала. Соған сіз шүкіршілік жазасыз. Аллаға сан шүкір, берекелі таң 8-ге қатысып жатсыз. Аллаға сансыз шүкір, жүрегіңіз 24 сағат бойы соғып тұр. Ешқандай қиындықтың барлығы кетеді, барлығы уақытша. Бұрын жаным ағам марқұм айтатын, бұның барлығы уақытша, айда уақытша дейтін, мен қиналып жүрген кезде. Сол түсінік маған енді келіп жатыр. Барлығы уақытша екен. Өткен дәл мен өткен жолмен сабаққа қатысқан қыздарда да бар да. Сол қыздарға да айтарым, барлығы уақытша. Бұл ситуациядан шығасыз. Мен де жылаған түндерім болды. Тахаджудке тұрған кезде де, басқа кезде де, мешітке барып жылап, Аллаға хат жазған күндерім де болды, қиналған кездерім де болды. Алланың өз кешірсін, өзіме қол жұмсағым келіп кеткен кездер де болды. Әртүрлі жағдайлар болды. Шүкір Аллаға. Сол кезде Алла тағала маған керек адамды беріп қойды. Мен қараған жоқпын. Садақада бердім, мешітке де бардым, көшеде де жаяу жүрдім. Қолымнан не келеді, соны әрекет тоқтатқан жоқпын. Білмеймін, сол 5-6 әрекеттің ішіне біреу қабыл болып кетті. Дәл солай сіз өз деңгейіңізде әрекет етіп жатсыз. Тек қана сіз тоқтамаңыз болды. Ойламаған жерден сізге Алла тағала бұрқ еткізіп береді. Ойлама, сіз дайын болған кезде. Сол үшін біз дайын болу керекпіз. Ештеңе бекерден бекер емес. Енді шүкіршілік жазамыз. Аллаға сан шүкір, 24 сағат бойы жүрегім соғып тұр. Аллаға сан шүкір, 12 қызметім, 12 мүшем өзіме қызмет жасап тұр. Шүкір Алла, аузың сөйлеп тұр, көзіңіз көріп тұр, құлағыңыз естіп тұр. Қолыңыз жазып жатыр, аяғыңыз жүріп жатыр. Үлкен дәрет, кіші дәретке шығып жатсыз, емін-еркін, сізге ешқандай көмек керек емес. Ойлап жатсыз, ойыңыз жұмыс жасап тұр. Ұйықтап қалып жатқан жоқсыз. Ораза ұстап жатсыз, шүкір Аллаға. Осының барлығын дәл қазір қолыңызда не бар, соған шүкіршілік етеміз. Аллаға сан шүкір, 12 мүшем өз қызметін жасап жатыр. Аллаға сан шүкір, балаларым аман есен сабағына барып жүр. Аллаға сан шүкір, жолдасым өз сезіммен жеткізіп жатыр. Аллаға сан шүкір, командам күннен күнге өсіп жатыр. Аллаға сан шүкір, берекелі таң 8-ді бастап кеттім. Аллаға сан шүкір, көмекші қыздарым, командам бірге пікір алмасып, сабақты күннен күнге дамытудамыз. Аллаға сан шүкір, әр сабақта ерекше болуда. Аллаға сан шүкір, берекелі таң 7-де практика жасаған қыздардан керемет нәтижесі болып жатыр. Аллаға сан шүкір, сол қыздардың жетістікке жетуіне себепкер болғаныма шүкір. Аллаға сан шүкір, ата-анамның күнделікті батасын алып отырмын. Аллаға сан шүкір, бауырлармен күнде қарым-қатынаста отырмын. Аллаға сан шүкір,
қайын жұртыма өз деңгейімде қызмет жасап жатырмын. Аллаға сан шүкір, студент балдарымен күнделікті хабарласып отырмын. Аллаға сан шүкір, бүгін 13 жасар қызым менімен бірге оразаны ниет етіп ұстады алғаш рет. Аллаға сан шүкір, Алланың берген әрбір нығметін, сезімін сезінудемін. Аллаға сан шүкір, керек кезде қаржылай ақшада табыста келіп жатыр. Аллаға сан шүкір, рухани отбасым, рухани ортам бар. Аллаға сан шүкір, өз ортамда сыйлымын. Аллаға сан шүкір, әрбір алған білімді практика жасаудамын. Аллаға сан шүкір, Әлімбет ұлым күннен күнге жақсаруда. Дәл солай қолыңызда не бар, соған шүкіршілік етесіз. Бірақ маңыздысы айтып отыру керексіз. Сіз шүкіршілік жазған кезде сіз өзіңіз есту керексіз. Бұл бір 3 минуттай болса ол жақсы. Өйткені біз 5 сезім мүшесімен көру, жазып отырсыз ғой, сіз көріп отырсыз. Есту, сіз құлағыңыз естіп жатыр. Сіздің түйсігіңізге, түп санаңызға жаңағы сіздің шүкіршілігіңіз кіріп жатыр. Көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, тітіркену. Тітіркену ол сіздің сезініп жатсыз. Шүкіршілігіңіз артып жатыр. Сіз сезінген кезде ол шүкіршілікті Алла Тағала 10 есе, 20 есе, 100 есе қылып береді, ойламаған жерден. Шүкіршілік ол өте күшті, қыздар. Түсінікті болды ма, қыздар? Түсінбей жатсаңыздар, шүкір Аллаға, қалғаны барлығы. Түсінбей жатсаңыздар, кері байланыстырып сұрақ қойып жеріңіздер. Қазір тапсырмалар беріледі. Тапсырмалар беріледі ортақ чатта, WhatsApp чатта. Сол тапсырманы кешкі сағат 9-ға шейін орындап жасаймыз, жібереміз. Өйткені қыздардың да белгілеп отырады тапсырма орындаған қыздар. Тапсырманы командада қыздар белгілеп отырады. Қыздар активны болайық. Нәтижесін Алла береді, үйіп төгіп береді нәтижесін. Алла шексіз. Тақ қыздар кімде сұрақ бар? Сұрақ қояйық. Бүгінгі тапсырма ниет еттік, Аллаға сан шүкір, білімге. Енді қосымша тағы тапсырма беріледі, салауат. Біз Рамазан айында тұрық. Керемет ай. Біз салауат айтқан сайын сіздің аузыңызда дұғаңызды айтпай-ақ ойыңызда тұрған нәрсені қабыл етіп жібереді. Біз жоқ дегенде күніне 300 рет айту керек. Жоқ дегенде айтпағанның өзінде біз 300 рет жүрек тыныштығы жайлы қайтадан айтам. 300 рет біз салауат айту керек. Жоқ дегенде айтпадым дегеннің өзінде де. Ал 1000 рет, 2000 рет айтсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Сіздің ойыңыздағы. Одан кейін екіншісі біз Юнус пайғамбарымыздың дұғасын қосамыз. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Юнус пайғамбарымыз осыны Рауан мырзадан толық ютубта бар. Түсінген кезде менде басқаша түсініп келді. Юнус пайғамбарымыз 3 қараңғылықтан құтқарылған. Түнде теңіздің қараңғылығы, киттің асқазаны. Дәл қазір сізде қандай қараңғылық болып тұр? Қарызға жағдай, күйеуіңізбен қарым-қатынас жағдай, білмеймін оны, жүрек тыныштығы. Дәл қазіргі сіздің ситуациядағы қараңғылық ол. Содан шығуына Юнус пайғамбарымыздың дұғасы бірден бір себепкер болуы мүмкін. Мен кезінде өзім көп оқыдым соны. Бір кісіге бізде бұрын да осыдан бір 6-7 жыл бұрын ба, 5-6 жыл бұрын ұмытып отырмын. Қайта сен көмектеші деп келе береді да. Стикер бар ғой, жапырақ стикер. Соған ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп жазып берген ғой. Осыны оқи берсең сен любой ситуациядан шығасың деп. Өйткені мені ол Құдай көріп тұр да, мен Құдай емеспін ғой, оның любой нәрсесінде көмектесе алатын. Өз деңгейімде көмектесіп жатырмын, бірақ оған әлі қанағаттанбай жатыр. Сосын мен өзім осы дұғаны оқып жақсы болдым, мен жағдайым жақсарды, сабағын алдым дегеннен кейін ол келіншек оқиды. Оны мен ұмыт кетем бергенді. 1 жылдан кейін хабарласып, кошелегін ішіне салып қойыпты жаңа. Умажалап қалғанда жаңа дұға. Шүкір Алла, күйеумен ажырасып тұрған кезде күйеумен қосылған, ауданда тұрады, қалаға көшіп келген, офис ашқан, баласы армияға барып келді, қызы үйленді, немерелі болды.
бір жылдан кейін жаңағы стикерді маған көрсетіп тұр ғой. Мен просто сол жерде шүкіршілік артты себепкер болғаныма. Юнус пайғамбардың дұғасын қосып оқимыз. Жоқ дегенде 100 рет оқисыздар оны. Айда ханым жарасымды жұп таңдадым, бірақ жұбайыма ниет ету барысында 2 ручка ауыстырдым. Көк ручка болмаған соң қызылмен жаздым. Жоқ, еште алмайды. Жазбай қалды ма, қайтадан басқа ручка алсаңыз, маңыздысы жазу. Мүмкін бір кедергі бар шығар бір. Иә? Жаза беріңіз, тоқтатпаңыз. Қандай ручка, жасыл ручка болсын, көк ручка болсын, әр нәрсені белгі деп ала бермейміз. Бұл жерде белгі деп менің түсінігім бойынша, сіз жазғызбас үшін сізге просто кедергі болып тұр, болды. Сіз тоқтамайсыз. Тоқтамайсыз, болды. Жазасыз. Жазу өте маңызды. Ручка мен қағаздың арасында үлкен тылсым күш бар. Ручка мен қағаздың арасында үлкен тылсым күш бар. Сол үшін тоқтатпаймыз жазуды. Ішіңізде қатты бір мұң ба, бір нәрсе болып тұр ма? Бұл сабақтан әлі сіз толық қанағаттанбай жатсыз ба? Отырыңыз да Аллаға хат жазыңыз. Аллахым, мен не істей алам? Дәл қазір мен осылай болып тұрмын. Денсаулықтан, қарым-қатынастан, қаржылай ситуациядан, или балаңыздың, қызыңыздың, білмеймін, бір нәрседен сізге қатты бір больно болып тұр ма? Отырыңыз да Аллаға хат жазыңыз. Мен не істей алам? Бүкіл ішіңіздегі мұңды қағазға түсіріңіз. Салауат, кәдімгі салауат қой. Ал егер негізі біз қазір топ боп Ән-Нария салауатын оқып жатырық. Ән-Нария салауаты енді ана салауат, кәдімгі пайғамбарымызға салауат қой. Кәдімгі пайғамбарымызға салауат. Ән-Нария салауатын оқып жатқаннан кейін, мысалға, сақтап қоямын. Ән-Нария салауаты топқа да салам. Өзіңіз бір ситуацияға қатысты 4444 рет оқысаңыз да болады. Или топпен оқысаңыз болады. Бізде топпен оқып жатыр қыздар. Келесі неге қосылам десеңіздер, Ақнұр қосады. Бірақ мен қазір көбіне Ән-Нария салауатын айтып жүрмін. Пайғамбарымызға салауат қой, кәдімгі күнделікті айтып жүрген пайғамбарымызға салауат. Осы Рамазан айында біз көбірек айтқанымыз абзалырақ. Бірақ шарт қоймаймыз. Мен айтып жатырмын, болды, құтылам ғой деген сияқты шарт болмау керек. Шарт бола ма, онда біз өзіміз қиындатамыз. Айда ханым, сіздікі ва дейді. Ангиома бар, ернінде тоқтап тұр. Толық кетпеді, бірақ дені сау, жағдайы жақсы. Қолымнан ештеңе келмейді. Аллаға тапсырдым. Аллаға сенемін. Өсем дегенше кетеді деп. Комплекс пайда болып дейді. Сайора ханым, түсінбей тұрмын. Бұл сізге қатысты ма? Ол адам сізге қатысты жоқ болса, қызыңыздың ба? Қызыңның, иә? Қыз нешеде? Қыз нешеде? Қыз нешеде? Егер қызың арқылы сабақ беріп тұрса, ол нәрсе сенде бар. Мысалға, мен кеше Шри-Ланкаға барған кезде мен ниет етіп кеттім. Үлкен ұлым үйде андай қорқып тұрды да, 5 елу 5 деген шошып кеттім. 5-те, сізде бар ол. Сіз кетір аласыз. Алланың қалауымен. Сізге сабақ үйретіп тұр, болды. Сол ұлымның қорқынышын мен сол жақта өзімнен таптым. Қызыммен қарым-қатынаста бір сезім бар тұғын менде. Сол сезімді де сояқта таптым. Мен үш ситуацияны таба алдым сояқта, Алланың қалауымен. Шүкір Аллаға. Ұлымнан да өзгеріс болды, қызымнан да өзгеріс болды, өзімнен де өзгеріс болды. Нақты сұрақтың жауабын, фишкасын, ядросын тапқан кезде қыздар Алла Тағала шексіз бүйтіп өміріңізді бүйтіп 180 градусқа өзгертіп жібереді. Сайора ханым, бұл сізге қатысты сабақ беріп тұр. Ерінге қатысты болса. Сіз өзіңізге тәубе еткеніңіз абзалырақ. Ауызға қатысты, осы баланы құрсақтан бастап ойланасыз. Сіз ауызбен не айттыңыз? Именно сол ситуацияға қатысты. 5 жаста болса, ол әлі кішкентай, ол сізге қатысты. Өзіңізді кінәламайсыз, просто сабақ. Маған қандай сабақ үйретіп тұрсың дейсің, болды. Аллахым, маған қандай сабақ үйретіп тұрсың, осы қызымның ерін арқылы. Сен өзіңде бір комплекс болып тұр ғой. Маман ретінде өзің қабылдамай тұрсың ба? Или білген білімді сен бөлісе алмай жатсың ба? Білмеймін да мен оны. Өйткені мен баламның басындағы кистагетті психосоматик практик болып бөліскен кезде.
өзімдегі бір ауруымнан айықтым Алланың қалауымен. 25 жыл бойы менде қатты приступ болды. Ол приступ ешкімде болмасын. Намаз оқуға жүрегің тынышталды. Супер, жарайсыз. Сайора ханым, өзіңізде таба аласыз, өзіңізге сұрақ қоясыз. Менің қызымда да тоқтап тұр, өспей оған фокус қоймайсыз, өз тоқтап тұрады дейді. Екеуіңіз бірдей сабақ алып, екеуіңіз де былайша Мұңлық ханым, Сайора ханым, екеуіңіз бір ұқсастық болып тұр ғой сізде. Сақталады эфир. Екеуіңіз де бір ұқсастық болып тұр. Екеуіңізде де қызыңызға қатысты. Сол екеуіңіз бір-біріңізбен отырып тауып аласыз. Даже ол жоқ болып кетуде мүмкін. Алла тағала шексіз да, чудо ғой ол деген. Ол деген чудо ғой. Ана мен баламның сол жақ миында маған врачтар бір андай ми дамымай жатыр деген сияқты ақпарат айтқан кезде, мен оразан айы ғой, алдыңға жылы деп ұмытып отырмын. Сол кезде осылай эфирге кірген кезде Санжар ағай сабаққа күнде прямой эфирден сабақ беріп отты, Санжар ұстаз. Сол кезде Қиссасул Әнбия деген пайғамбарларымыздың өмірбаяны туралы кітап бар. Соның ішінде бір пайғамбарымыз, тез айтып жіберейін, бір пайғамбарымыз бір кісінің историясын айтты, мен оны толық оққан жоқпын, бірақ сол бір эфирден маған қатты әсер етті да. Бір елге барып, осындай бір хадис, уағыз айтылады да, сосын барады, сол елде бір адам болады екен. Жаңағы адамның бүкіл минусын іздеп тұрады, жаңағы өсіп бара жатқан, жаңағы біліммен бөлісіп жатқан адамның. Сөйтеді да, бір көріп келді, алып келеді, ана адамның маған минусын тауып бер дейді, сахнада жаңағы халыққа білім беріп тұрған адам дейді, ана адамның маған минусын тауып бер дейді. Ой, бұл адам умственно отсталый ғой, бұрында сондай болған дейді. Сөйтеді да, ей, сен кімге ақыл айтып тұрсың, сен умственно отсталыйсың ғой деп сөйтіп айтады екен да. Сол кезде ана адам, жақсы болды қайта есіме түсіргенің дейді, жаңағы сахнада тұрған кісі ше, спикер кісі. Менің қисық басымның ішіндегі миымды Алла тағала зікір, құлшылығы, салауаты, барлығы сол қисық бастың ішіндегі бүрісіп қалған миды дамытқан кезде Алланың шексіздігін айтады да. Сол кезде маған инсайт келеді ғой. Жаңа врачтар айтып жатыр ғой маған, балаңның сол жақ миы почти жұмыс жасамайды, оны жұмыс жасау үшін бүйту керек, ананы өйту керек деп қорқыныштау айтып жатыр да. Сол сөз маған қатты әсер етті. Шүкір Аллаға, сансыз шүкір. Кеше сабағын алдым ғой, Шри-Ланкаға барған кезде, Үнді мұхитына. Ол жаққа да мен бекерден бекер барып тұрған жоқпын да. Неше жыл бойы, қазір 23-те ма, 15 жылдай ғой, енді 15 жыл бойы қорқыныш сезімді былай ортаға шыға алмау, ортаға келе алмау, сөйлей алмай қалау. Соны мен сояққа барып тапқан кезде басқаша өзгеріс болды. Сол кезде бір жыл бұрынғы Санжар ағайдың айтқан бір сөзі маған инсайт болды. Сол миымнан кетпейді. Керемет кітап, алып оқысаңыздар абзалырақ. Қиссасул Әнбия кітабы. Қазір ол кітап менде жоқ. Қызылорда қаласында, бүкіл Қазақстанда бар. Өзінен де алсаңыздар болады, Алматыдан заказ беріп. Пайғамбарларымыздың өмірбаяны ғой. Сол сияқты Сайора мен Мұңлық екеуіңізде бір ситуация болып тұр да, бір нәрсе болып тұр. Мен білмеймін оны, бір Алла біледі. Екеуіңізде спикер болатын адамсыздар, бірақ әлі жүрсіздер. Мысалы, Сайора ханым өз ісінің мықты маманы, ағылшыннан күшті сабақ білім бересіз, мен өзім сондай сезінем да. Ал Мұңлық ханым мотивация жағынан ба, таңда жүру, өзінің бір фишкасы бар да Мұңлықтың. Ол екеуіңізде әлі соны бастап кете алмай тұрсыздар. Бастап кетсеңіздер, білмеймін, аяқ астынан қызыңызда да өзгеріс болады. Жаңағы нәрсе жоқ болып кетуі де мүмкін. Или соны кетіретін врачты сіздің үйіңізге қонақ қылып келуі де мүмкін. Мен білмеймін оны, бір Алла біледі. Қыздар, қайырлы берекелі білім болсын. Тапсырманы орындаймыз. Қазір ортақ чатқа тапсырмалар беріледі. Тапсырманы орындаған қыздарға сыйлықтар беріледі. Алла қаласа. Эфирді сақтап алайын. Оразада ниет дұға тілектеріңіз, жасаған амалдарыңыз, берген садақаларыңыз барлық қабыл болсын. Садақа берген кезде өзіңіздің ішіңіздегі ниетіңізді айтыңыз. Дұғаңызды оқыңыз.
бисмиллах туралы дұрыс есімде тұр, кәмшатқан. Бір келіншек болады да, ол бір неден көргенмін, бір келіншек болады, үнемі үйінде жұмыс жасап жүргенде бисмиллах деп айта береді екен, бисмиллах деп айта береді. Тоған ертеңнен бастап жазамыз, бисмиллах деп айта береді. Сосын күйеуі осыны көрейінші дейді да, қолында обручальный кольцосын бүйтіп шешіп береді. Осыны алады да бисмиллах деп шкафқа салып қояды. Әйел кетіп қалғаннан кейін күйеуі алады да қалтасына салып алады да, балық аулауға барады да, обручальный кольцоны суға лақтырып жібереді. Осыны көрейінші, мен осыны бисмиллах айта береді, осыны көрейін деп. Үйіне 3-4 балық алып барасың, әйелі де мынаны қуыр дейді. Өйтіп әйелі балық тазалап атып, балықтың асқазанынан, балықтың ішінен енді обручальный әйелдің кольцосын тауып алады да, әйелі жуады да, түсінеді да, әйелі бисмиллах деп қайтадан сервантқа салып қояды. Балықты әдемілеп қуырып береді күйеуіне. Қуырып береді да, сосын тамақ отырып, бағана сақинамды әкеп берші дейді күйеуі. Енді әйелін сынап тұр ғой ол. Сосын күйеуі әйел бар да, орнына бисмиллах деп тұрады да, обручальный кольцоны алып, шкафтан алып, қайтадан күйеуіне да. Күйеуі таңғалады ғой сол кезде. Бұл жерде бисмиллах сөзінің құдіреті ғой. Құдіреті. Сол үшін бисмиллахты айтып жүріңіздер. Қандай нәрсе, даже балаларыңызға да үйретіп қойыңыздар. Түсіндіре алдым ғой, Күйеуі сынап көргісі келді. Алланың құдіреті ғой енді. Оған сөзім жоқ қой. Алланың құдіреті шексіз. Қыздар, қайырлы берекелі білім болсын, ондай историялар көп бөлісетін. Алла қаласа алда бөлсеміз, тек қана сіздер активно отырып, тапсырманы орындап, сұрақ қоя беріңіздер. Сіз бір сұрақ, ешқандай қысылмаймыз, чатта мен танысым бар, басқа бар деп қысылмаймыз. Сіздер сұрақ қойған сайын, басқа кісінің сіз санасын оятсаңыз, сіз үлкен сауап жасап жатсыз. Сіз сауап жасау арқылы сіздің балаңыздың, отбасыңыздың, білмеймін, бір Алла біледі, жағдайын жақсартып қояды, шешіп қояды Алла Тағала. Бір кісіге жасаған жақсылығыңыз. Қайырлы берекелі білім болсын, мен сіздерді жақсы көремін. Қабыл болсын құлшылығымыз барлығы. Ертең кездескенше, Алла қаласа. Эфирге кіргенме қуанып отырмын. Шүкір Алла, кіре алмай қалам ба деп. Шүкір. Сәттілік, бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Эфирді сақтап алайын. Күндегіді сабағымыз осылай оңай жеңіл болсын, Алла қаласа.